жақсы көретін Ер-Сұлтан мен Кәусарды білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болатын. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертегішімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертегі айтайын. Ер-Сұлтан, Кәусар, сендерге гүлдер ұнай ма? Ерте гүлдер патшалығы болған екен. Ол патшалықта аты затына сай гүлдер деген өте көп болған. Ол патшалықта адамдар өте көңілді болған. Ол жақтағы адамдар гүлдің жұпар иісінен оянып, балғын иісімен ұйықтаған екен. Сол патшалықта жалғыз басты кейуана өмір сүріпті. Ол кейуананың кіммен тұратыны, не жейтіні, қашан ұйықтайтыны, қашан оянатыны ешкімге беймәлім екен. Бірақ барлық адамдардың білетіні бірақ нәрсе. Сол кейуана, сол патшалықтағы пайда болған ең алғашқы жан. Мына гүлдерді де еккен сол кейуана деседі. Олар көп өсе бере ма? Иә, көп өсе береді. Гүлдерді еккен сайын гүлдер көбейе береді. Біреу ексең 10 болады, 10 ексең 100 болады. Көрдің бе? Сөйтіп, бір күні күндердің күн өткенде кейуана ауырып қалады. Кейуана ауырып қалғаннан кейін таңертең адамдардың бәрі оянса, аспанды қара бұлт басып тұрады, және гүлдердің иісі жоқ болып кетеді. Деп иіскесе, гүлдің иісі шықпайды. Балғын иісі жоқ. Адамдар бірден ашуланшақ бола бастайды, бір-біріне жаман сөздер айта бастайды. Сөйтіп, не істейміз? Бұл тығырықтан қалай құтыламыз деп, қалай шығамыз деп тұрған кезде біреу айтады, кейуанаға бару керек дейді. Кейуананың үйіне барса, шынымен де кейуана ауырып қалған екен. Бәрі суын әкеп береді, дәрі-дәрмегін әкеп береді, маңдайына бүйтіп сулап мата қояды, жағдайын жасайды. Сол кезде кейуана айтады, жоқ айналайын қарақтар, маған көңіл бөлмеңдер, барыңдарды одан да анау даладағы өсіп тұрған гүлдерді суарыңдар, гүлдерге қамқорлық жасаңдар дейді. Олар гүлдерге не болып қалды деп сұрағанда кейуана айтады, гүлдердің түбін қазсаңдар, түбін тарақандар жеп жатыр. Дейді, адамдардың бәрі бірден жүгіріп далаға қарай гүлдерге барса, гүлдердің түбін қазып көрсе, шынымен де көптеген мыңдаған тарақандар гүлдердің түбін жеп жатыр екен. Содан кейін тарақандардан тез тазартады, кетпендерін алып келеді, күректерін алып келеді де, бүкіл гүлдердің түбін қопарады да, тарақандардың бәрін алып лақтырып тастайды. Сол кезде гүлдер қайтадан жеңілденіп, қайтадан гүлден құлпыра бастайды. Әдемі болып шыға келеді. Сол кезде адамдардың бәрі қайтадан көңіл күйлері көтеріп, жүздеріне күлкі үйіріліп, сөйтіп бәрі бір-біріне жақсы сөздер айта бастайды. Мәз-мәйрам, керемет өмір сүре бастайды. Кенет бір күні өздерін билеп отырған патша кетеді деген бір хабар келеді. Оның орнына басқа біреу келеді дейді. Деп адамдардың бәрі уайымдап, ендеше жаңа патшамен танысайық деп үлкен алаңға қарай барады. Алаңға қарай барса, төбеден түрі сұсты, бетін бетпердемен былай жапқан патша пайда болады. Бұл кім деп бәрі қарайды. Сол кезде патша жаңа жарлық хабарлайды. Бүгіннен бастап, мына гүлдердің бәрін алып тастаймыз. Бұл гүлдердің орнына біз базар саламыз. Сауда, ойын сауық орталықтарын саламыз. Адамдарға қызмет ететін жерлерді көптеп салуымыз керек. Гүлдер бізге керек жоқ дейді. Қалай ойлайсыңдар, бұл дұрыс па? Дұрыс емес қой. Гүлдерді құртуға бола ма, Кәусар? Болмайды. Сол патшалықта адамдардың көңіл күйі түсіп, бір-біріне ашуланшақ болып, бір-бірін жек көріп, күнде ұрсып, үлкендер кішкентайларын тыңдамай, кішкентайлар үлкендердің ақылын тыңдамай, бәрі жаман болып кетеді. Бір күні аспанға қараса, аспанда әппақ бір қара құс ұшып, бұлттардың арасынан қалықтап шыға келеді де, бұлттардың арасына қайтадан кіріп кетеді. Бүкіл халық
үміттеніп қалады. Мынау жақсылықтың нышаны болар. Осы құсты табу керек дейді. Ал патша болса, мына құсты өлтіру керек дейді. Қасындағы нөкерлерінің бәрін жинайды да, сендер ана құсты ұстап әкеліңдер. Кім сол құсты ұстайтын болса, ат басындай алтын сыйлайым дейді. Сөйтіп бүкіл нөкерлері сол патшалықтағы жаман адамдардың бәрі құсты аңдай бастайды. Сөйтіп қару-жарақтарын асынып құсты аңдайды. Құсты бірақ ешкім ұстай алмайды. Өйткені ол киелі құс болады. Күндердің күн өткенде патша айналасындағы нөкерлерін жинап, өзі де аңшылыққа шығады. Құсты ұстап алам, оны өлтірем деп өзіне уәде береді. Құсты бірақ ұстай алмайды. Сөйтіп патшалықтың жағдайы күйреп, жаман бола бастайды. Патша құсты іздеуге кеткен кезде адамдардың бәрі тығылып гулеге бастайды. Сол кезде ақырындап патшалық құлпырып келе бастайды. Сол кезде патша және құс екеуі кездеседі. Жаман патшаның мақсаты гүлдерді құрту, ал қыран құстың мақсаты гүлдерді қайтадан қалпына келтіріп өсіру. Сөйтіп екеуі бір-бірімен айқасады. Алысады, жұлысады. Олар бір күн бойы қырылады. Сөйтіп екеуі алысып, жұлысып, сөйтіп ақыры құс алады да патшаның бет пердесін тырнап жібереді. Беті ашылып қалған кезде анау бұлттың арасына сәуле шығады да патшаның бетіне түседі. Патша деген күйреп, сол жерге сылып бірақ құлайды. Сөйтіп патшаның денесі ақырындап бөлшектеніп, мыңдаған тарақандарға айналып кетеді. Ер-сұлтан ойлашы, көп тарақандар болып кетеді. Адамдардың бәрі тарақандар тез-тез ұстап, бәрін жинап алады да дорбаларға салып, өртеп, жағып жібереді. Сөйтіп жаман патшадан құтылады. Патшалыққа қыран құс келеді. Ал қыран құс ақырындап кейуанаға айнала бастайды. Міне көрдіңдер ме? Сөйтсе қыран құс дегеніміз ол кейуана екен. Бәріне де көмектеседі. Сөйтіп барлық адамдар кейуана бастаған бәрі жиналып алады да патшалыққа қайтадан гүлдер деген. Қайтадан гүлдер құлпырып өсе бастайды. Адамдар мәз-мәйрам, жадыраған көңіл күйде керемет ғұмыр кешеді. Ер-сұлтан, сен гүл егіп көрдің бе? Сен шыққансың? Мен көрген де жоқпын. Егіп көрген жоқсың ба? Ендеше ертеңнен бастап сен гүл ек, жарай ма? Сондықтан әр адам таңертең оянған кезде гүлдерге қарау керек. Әсем гүлдердің әдемілігін көре білу керек. Оның иісін иіскеп, балғын иісін иіскеп, өзінің көңіл күйін көтеру керек. Сол кезде сенің күнің өте сәтті және керемет болып өтеді. Көрдіңдер ме? Ендеше бүгіннен бастап бәріміз не істейміз? Гүл егеміз, иә? Ертегі ұнады ма сендерге? Қане? Бах! Бу! Ендеше барлық бүлдіршіндерге сау бол айтайын. Қайырлы түн тілейік.